Hello boys and girls. Сәлеметсіздер ме балалар? How are you today? Қал жағдайларыңыз қалай? So, let's start English lesson. So, children, what do you see in these pictures? Балалар, суреттерден нені көріп отырмыз? Yes, of course. Nature. Я, балалар, табиғи құбылыстарды көріп отырмыз. So, we should divide them into 4 groups. Балалар, қазір біз осы суреттерді 4 топқа сәйкестендіріп бөлуіміз керек. So, let's divide. Қанеке бөліп көрейік бірге. Okay, the first is rain. The second is snow, yes? And they are making snowman. Here we see tree and grass. Also, children are swimming. So here we see flower. Балалар, енді қарайықшы. Барлығын біз 4 топқа бөлдік. Яғни, әрбір табиғи құбылыс ол жыл мезгілін білдіреді. So, the first is autumn. Қайталаймыз. Autumn. Winter. Summer. Spring. Я, балалар, барлығы осылардың бізде болып seasons. Қайталаймыз. Seasons. Балалар, seasons, яғни біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз. Жыл мезгілдері. Today on the lesson, we will get acquainted with new words. Балалар, бүгін біз сабақ барысында жаңа сөздермен танысамыз. Also, get acquainted with the new grammar rule and make sentences. Балалар, бүгін біз сонымен қатар жаңа ережемен танысамыз және ережеге байланысты сөйлемдер құрастырып үйренетін боламыз. Now, let's open your books on page 110 and 111. Exercise 4. Балалар, кітаптан 110 және 111 беттерді ашамыз. Here, an exercise 4, new words. Балалар, 4-ші жаттығуда бізде жаңа сөздер бар. Қазір бірге қайталаймыз. Look and listen. Spring. Summer. Autumn. Winter. Lie a kite. Go to school. Ride a bike. Fish. Now, children, let's play a game with vocabulary. Балалар, қазір біз сөздікке байланысты ойын ойнаймыз. So, here you see the boy who goes to school. Балалар, сіздер мектепке бара жатқан баланы көріп тұрсыздар. Ал бізде бұл жаңа сөзден go to school. Мектепке бару өте дұрыс. Балалар, егер де сіздер суретті тапсаңыздар, онда сіздердің қоржындарыңызда $1 болады. So, let's continue. Жалғастырайық. So, what do you see here? Yes, fish. Балалар, егер де сіздер
сөзді тапқан болсаңыздар, онда сіздердің қоржындарыңызда $1. Continue. What is it? Бұл не балар? Yes, it's watermelon. And what season is it? Балар, қалай ойлайсыздар? Қай мезгілде оны жейміз біз? Of course, summer. Very good. So here you see the flower. Балар, бізде гүл қай мезгілде шығып бастайды? Yes, spring. Very good. Here you see the girl, yes, who rides a bike. Ride a bike. Велосипед тебу. Here you see leaf. Я, балар, мұнда сіздер жапырақ көріп тұрсыздар. Қай мезгілде бізде жапырақ сарыға айналады? Of course, in autumn. Қайталаймыз, autumn. Here you see the girl who flies a kite. Балар, суреттен сіздер қыздың батпырауық ұшырып жатқанын көріп тұрсыздар, иә? Ол бізде fly a kite. Қайталаймыз, fly a kite. Very good. Next picture. It's snow. Я, балар, бұл бізде қар. Қар бізде қай мезгілде жауады? Қай мезгілде бізде қар көп болады? Of course, in winter. Very good, children. Өте жақсы, балар. So, children, now let's get acquainted with present continuous interrogative. Балар, present continuous'та біз өткен болатынбыз. Яғни, ол бізде to be, verb, ing жалғау арқылы жасалатын шақ. Дәл осы шақта бізде үш to be етістігін қолданамыз. Олар бізде am, are, is. Am балар бізде тек қана I есімдігімен, зат есіммен қолданылады. Сұрақ құрып көрейік. Am I reading a book? Мен қазір кітап оқып отырмын ба? Балар, яғни мұнда біз сұрақ қойдық. Сұрақта бізде көмекші етістік am алдына шығады. Екінші бізде зат есім тұрады. Содан кейін барып етістік және ing жалғанып тұр. Ұмытпаймыз, балар, иә? Қайталаймыз. Am I reading a book? Енді сұраққа жауап қалай береміз? Ең бірінші бізде, егерде біз я деп жауап бергіміз келсе, yes. Және де содан кейін зат есім, кейін көмекші етістік тұрады. Я деп жауап беретін болсақ, yes, I am. Ал егерде жоқ деп жауап беретін болсақ, онда no, I'm not. Okay, very good. Next. Келесі енді are to be етістігімен сұрақ құрастырып көреміз. Балар, бізде are to be етістігінен кейін осындай зат есімдер тұрады. You, we және they. So let's make a question. For example, are they writing? Олар жазып отыр ма? So, answer the question. Сұраққа жауап береміз. Егерде я жазып отыр десек, онда балар yes, they are. Егерде жоқ болатын болса, онда no, they aren't. Okay, very good, children. Now pay attention to the next to be is. Is бен бізде he, she және it қолданылады. Яғни балар бізде бұлар all деген мағынаны білдіреді қазақшада. For example, is he swimming? Yes, he is. Ол жүзіп жатыр ма? Егерде я болса, онда yes, he is. Ал егерде жоқ болса, онда no, he isn't деп жауап береміз. So, let's do the task. Балар, тапсырманы орындап көрейік. Exercise 5, page 110. 110-шы бетте 5-ші аттығуға назар аударамыз. So, here are some questions. Мұнда бізде кейбір сұрақтар берілген. Осы сұрақтарға біз я немесе жоқ деп жауап беруіміз керек. So, the first question. It's spring. Are you flying your kite? Қазір көктем. Сен өзің батпырауыңды ұшыра аласың ба? Балар, батпырауықты ұшыра аламыз ба көктемде? Я, ұшыра аламыз. Онда біз yes,
I am деп жауап береміз. So next question, келесі сұрақ. It's summer. Are you wearing your coat? Бұл жаз. Сен өзің күртешеңді киесің бе? Жоқ, балалар, біз күртешемізді кимейміз жаз мезгілінде. So, no, I am not деп жауап береміз. Үшінші сұрақ, the third question. It's autumn. Are you swimming? Бұл күз. Сен жүзесің бе? No, I'm not. It's winter. Are you making a snowman? Бұл қыс. Сен аққала жасайсың ба? Yes, I am. Very good. So children, your home task to learn by heart the new words and write them. Exercise 6, page 111. Балалар, 111-ші бетте 60-шы жаттығу. Complete then answer. Мұнда балалар сіздер, яғни сөйлемдерді толықтырып, сұрақтарға жауап берулеріңіз керек. Is it, am I, немесе are, to be етістігін қолданасыздар. Now, children, you see here emojis, and each emoji has their own meaning. And the first emoji means I think and I got this. The second, I need a bit more practice. The third, I'll get there, but I need help. Балалар, мұнда сіздер бірнеше эмоджиларды көріп отырсыздар, смайликтерді, иә? Бұл сіздерде WhatsApp желісі арқылы, балалар, егерде түсінген болсаңыз, осы эмоджиді жібересіз маған. Егерде сізге әлі де түсіндірулер қажет болса, онда осы эмоджиді жібересіз екінші тұрған. Ал егерде сіз қабылдай алдым, бірақ маған көмек керек болса, онда осы эмоджи түрін жібересіз. So children, thank you for your attention. Goodbye.